Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жылдам дайындалатын 16 қасық пирогын ұсынатын болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға біз 4 жұмыртқаны салып, оның үстіне 16 үлкен ас қасықпен қант салып алатын боламыз. Барлығын бір қасықпен салу керек. Одан кейін ағарып көтерілгенге дейін араластырып алып, 16 қасық үстіне біз массамыздың сүт құятын боламыз. Дәл сол қасықпен. Одан кейін 16 қасық сұйық май құямыз және де жақсылап бір келкі массаға дейін бір миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін ситамен 16 қасық ұн салуымыз керек. Мен шоколадный жасағандықтан 14 қасық ұн, 2 қасық мен какао салдым және де бір пачка міндетті түрде қопсытқышта салып жақсылап араластырып аласыздар. Егер де какаомен ұнамаса 16 қасық бірдей қылып ұн саласыздар. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кемінде 30-35 минут шамасында пісіп шығады. Дәл осы ингредиенттердің барлығы бірдей қасықпен 16 қасықтан салынады. Жақсылап біз түзелеп тегістеп алып пешке салатын боламыз. Міндетті түрде алдын ала қыздырып қойған пешке салуларыңыз керек. Осындай биік, әдемі, керемет болып шығады. Дәл осы пирогтарды трайфлдарға, арнайы десерттерге қолдансаңыздар да болады. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарийіңізді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептерді ұсынатын болам. Дәл осы пирогты жасап фото етепті жіберулеріңізді күтем. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Сондай жұмсақ, қонақ келгенде 30 минутта дайын болатын ерекше пирогтың рецепті ешқандай таразыны қажет етпейді.